сіздің тапсырмаңыз бойынша біз аймақтарда жұмысты бастап кеттік. Партияның жаңғыру бойынша, осы бағдарлама бойынша біз жұмысты бастадық. Әсіресе 6 аймақта бірінші орынбасарлар ауысты, жаңарды. Біз кеше ғана жазғы лагерьде Жас отан мен Бурабайда өткіздік. Сол кезде бар аймақтардан 200 көшбасшыларды шақырып 5 күндік жалпы семинар оқыттық. Адамдармен, депутаттармен кездесіп, осы партияның саясатын қалай жүргіземіз, жастармен жұмысты қалай күшейтетімізді соны талқылап шықтық. Соның үстіне біз қазір партияның қабылдау бөлмелерінің жұмысын күшейтіп жатырмыз. Бүгін 8 айдың ішінде 143 мың адам келді. Кеше ғана мысалы сотқа наразылық білдіріп 27 адам партияға келді. Аймақтардан жоғары сот төрағасы жеке тапсырма беріп, соттың өкілдері бүгін адамдарды қабылдап, бәрін жеке бақылауға алып, соны қарап жатыр. Жалпы халықтың сіздің саясатыңызға деген, партияның саясатына деген сенімі күшейіп жатыр.